мидың басты функциясы бізді қорғау, өлтірмеу ғой, энергияны сақтап қалу деген сияқты. Надаға келген кезде, нада орындалмай қалса, тең өлім болып саналады да. Например, прикиньте, менде арасында бір Counter-Strike'қа бару керек деген нада бар да. Иә, менде бар ол кәдімгідей ше. Бақытты отбасы болу ол менің мақсатым. Әйелі жасатын болса, ол көбінесе женщина с прицепом деген сияқты нәрсеге дейін кетіп қалады ғой. Менталитетте типа ажырасқан деген как клеймо. Әлі күнге жек көретін нәрсе бар, бірақ істеймін, кітап оқу. Маған вообще ұнамайды кітап оқу деген нәрсе. Нәпсі деген осы всегда жаман ба? Жоқ, осы жаман жақсы жоқ қой. Күш жақтар көбін. Сәлем, сіздермен тағы да оттегі. Өйстіп бастамай қояқшы. Ну, тогда давай сұрақтан бастайық сразу. Сен сұрақ барады ғой. Біреу сұрақ дайындап келдім деп отыр еді. Ол тақырыпқа байланысты сұрақ емес қой ол. Қоя бер, соны айта берейікші. Да, мен сұрақ қоямын. Мен сұрақ қояйын, например, ше. Мысалы, адамдар өзіне көптеген андай қалаулар, мақсаттар қояды да, машина алғысы келеді, үй алғысы келеді, базовый. Үйленгісі келеді, күшті бизнес бастағысы келеді, бірақ нифига не делают. Вот почему? Как вы думаете? Шыңғыс күш жауап берді сұраққа. сұраққа. Көп біз адамдар, ой мен анан қалай, адамдар қалайды да көп нәрсені, бірақ сол қалауына қатысты әрекеттерге шыдамай ма, или істемей ма, сонда бірдеңе. Не үшін олай болады? Қалайды деген ол негізінде шынайы қалайтын нәрсе өмірде болады ғой. Қалап тұрған нәрсең. Қалау көбінесе жаңағыдай машина, үйге байланысты, ол стандартный барлығында болатын қалаулар, басқа біреуден көргеннен кейін келетін қалау сияқты. Айтпақшы, например, сен шөлдеп тұрсың ба, су ішу ол қалау ғой. Барасың ішесің. Тура сол сияқты мақсатта сенің қалауың болу керек та. Қалау сенікі ма, сенікі емес пе, соны біліп алу керек сияқты бірінші. Может, су ішуді менің қалауым емес шығар. Реклама су ішкен көп тұрған шығар. Бұл қажеттілік ба су ішу? Ну, қажеттілік тоже қалау ғой. Иә, қажеттілік бөлек, қалау бөлек. Қажеттілік болса ала барасың істейсің ғой, туалетке қатып қылсаң тауып аласың ғой баратын жер деген сияқты ғой. Жалпы мақсат қоюда қалау мен нада. Хочу нада болып бөлінеді ғой. Қалаудың тез орындалу үшін оны надаға ауыстыру керек сияқты. Жоқ, андай нәрсе айтады да, мысалға бізде былай айтады, типа, ол типа қажеттілік болатын болса, онда істейсің, жетесің деп айтады. Бірақ кейде типа саған қажет емес, сен қаламағанда күшті нәрселер болып қалады да өміріңде. Ол саған қайырлы нәрсе. Иә, нәтижелер ше, типа Мысалы. Например, сен айына 10 миллион теңге табуды қалаған жоқсың, сен айына хотя бы 5 миллион деп қаладың да, мысалы ретінде. Қалауың сондай ғана болды. Но қажетті сумма 3 миллион теңге. Бірақ, 5 миллион болса кайф болады деп жүрген кезде, почему-то айлық табысың 10 миллионға шығып кетуі мүмкін ғой? Бар ондай кейстер. Қалай болсын да ол? Ол қалай болды сонда ол? Где формула? Неғып олай болады вообще? Обязательно формула керек па не? Жоқ, сонда қалауың қажеттілікке айналған кезде орындалады деген нәрсе жұмыс істемей қалып тұр ғой деп айтып жатырмын да. Иә деп тұрсың. Барлық жағдайда емес қой ол. Ну, тем более. Палка раз в год тоже стреляет деген сияқты нәрсе ғой. Да, то же самое, например, қалауың қажеттілікке ауысқанда орындалады деген не во всех случаях получается. Енді қазір ол айтатын болсақ, бүкіл нәрсенің барлығының түбі жоқ қой. Иә. На бетте бар. Сол грань қандай, ортасы қандай енді сол. Қалау мен қажеттіліктің ба? Жоқ, вообще мақсатқа адамдар неғып жетпейді деген сұрақ қой негізі. Давай сен өзің жауап беріп көрші сол сұрағыңа өзің. Жоқ, мен жауап болмаған, сен отырмын ғой. Мақсат деген андай сияқты, сен қалауында, сен мақсатында саған қайырлы или қайырсыз болуы мүмкін да. И сол қайырлы мақсаттарына полигон жетесің, бірақ сен ол мақсатты, нәтижесін сен ойлағаннан да жақсырақ болуы мүмкін, или наоборот төмен болуы мүмкін. Бірақ ол сол б-точка по-ходу дело көре бересің десе, короче. б-точка саған қайырлы болды. Солай сияқты, басқа дейді. Түбіне жетпейтін сияқтысың олай. Бүгінгі подкасттың өзі андай белгілі дәрежеде ауыр болып басталған. Бұл нәрсені типа қалап жасап жатырмыз ба, әлде бұл керек па деген сияқты. Ауыр болды деген мен, я поспорю. Мен ауыр болған жоқ, мен дем алып ұйықтап бастадым. Жақсы. Өте жақсы. Секрет аласың өтіп жүр. Сонымен тәпішкеңіз қалып кетті, ала кетпедіңіз ғой. Тәпішке маған аяқталып кетті. Сонымен сұрақ қандай болды сонда? Сұрақ ешқандай болған жоқ, ол сіздің сұрағыңыз болды ғой. Сіздің ойыңызша қандай? Бұл жерде дұрыс жауап жоқ қой? Не қандай? Бағанағы өзіңіздің қойған сұрағыңызға байланысты. Мен ойымша просто андай сияқты, адамда мақсат болатын болса, ол
всегда жетуге болатын мақсат, жете алмайтын нәрсе, типа жете алмайтын қалау деген жоқ сияқты мен ойымша ше. Вопрос ответственности ғана сияқты ше. Типа сенің қолыңнан келмейтін нәрсені Құдай сенің ойыңа салмайтын еді деген сияқты ғой. Иә. Енді мысал ретінде менің ойыма келмейді да пока что там Марсқа ұшу деген сияқты, самолет айдау деген нәрсе ойыма келмейді вообще ше. Типа, ну это для меня что-то нереально нәрсе болып барады. Или допустим жаңағындай, там, не знаю, балуаншылықта буткемп істеу, или там, не знаю, осынша ақша табу, там, ресторан ашу деген ойыма келді. Это же реализуется, в принципе. И мен ойлаймын, сол адамға басына бір идея келсе, или там мақсаты қалауы болса, это то, что он может, или оның потенциалы соған жететін нәрсе деп ойлаймын ше. Бірақ потенциал жеткенмен андай өзінің жаңағындай жауапкершілігі или не знаю саналылығы деймін ба жетпей қалатын сияқты. Өйткені андай нәрселер көп көремін да мен. Блин, я хочу, чтобы так было дейді адамдар. Вот, но чтобы так было, ни хрена не делают. Мысалы, типа, менің әйелім или менің күйеуім осындай болса екен дейді да, бірақ ол үшін не вкладывается. Или, например, менің бизнесімде осы нәтиже болса екен дейді да, бірақ не вкладывается. Вообще, типа, андай до конца беру деген идея жоқ та. До конца алғысы келеді, до конца бермейді. Маңыздылық бермегендіктен шығар, может быть, иә. Хорошо, а енді осы жердегі жаңағы бірінші сұраққа келген кездегі не үшін олай? Неге адамдар сол өзінің мақсаттары? Мне кажется, вопрос өзінің мақсат деген ше? То есть оның мақсатына деген жауапкершілік жоқ сияқты көрінеді да маған. Жоқ, оның мақсаты емес шығар, может. Просто андай нәрсе да, ойға салған нәрсе ол по-любому орындалады деп жатыр қой. Но сен мысалы успешный успех деген нәрсе бар ғой. Инстаграм қарап отырасың да, и біреу машина алды, но я тоже хочу дейді, ол оның мақсаты емес қой, по идее. Или ол оның мақсатын айналып кетті. Мен омен де мысалы қазіргі уақытта бұрын айтатынмын мен, например, типа мақсат сенікі емес шығар деп ше. Но оларға айтатын болсақ, сенің айналаңда көп нәрсе болып жатыр ғой. Бірақ сен именно соған реакция беріп тұрсың да, типа осы күшті деп ше. Типа вариант көп та. И сен соған реакция бердің. Соған сол ұнап тұр, типа сол нәтиже. Это представь себе, сен брендовый магазинге бардың да, и бір киім саған ұнап қалды да, айтасың, ұнап қалды, но скорее всего мен көргеннен ұнап қалды, маған мен келмес деп айтсаң, біртүрлі ғой. Сенің ол қалауға или ол мақсатқа назарыңның түсуде бекер емес қой деген нәрсе ғой, өзің ба? Әдейі түсіретін неше түрлі техникалары бар ғой. Қалай әдейі түсіретін? Сатуға байланысты, например. Әдейі түсіресің ау деймін. Сатуға байланысты успехті көрсету деген сияқты. Ол да бір продажаның түрі ғой деп жатқан ғой. Иә, но оны допустим, прикинь, вот мен мысал ретінде реклама жібердім да, успех туралы реклама жібердім да. 5 миллион адам көрді. 5 миллион бәрі көріп, мен әдейі көрсеттім оларға. Бәрі көріп, демейді ғой. Ішінен белгілі бір аудиторияға реакция береді да. Тұрсың ба? Сонда получается, сен қай жерден көрдің, ол сенің мақсатың, и саған ол мақсатқа жетуге ешқандай кедергі жоқ. Көрген нәрсең емес, типа в целом сенің басыңа отырған нәрсе, вот мен мынаны қалаймын деген басыңа отырған нәрсе. Мне кажется, барлығын орындауға болады, жетуге болады, Аллах қаласа. И не хватает только ответственностьқа жететін сияқты адамдар соған. Мен просто соған байланысты жаңағы не бар ғой, успешный успехқа байланысты. Мен түйгенім андай да, сен мақсатың бар, ол мақсат сені күн-түні сол мақсат туралы ойлайсың. Өте жиі ойлайсың сол туралы ше. Ал жаңа успешный успехқа байланысты бір рет ойладың, сенің ойынан шығып кетеді ол ше. Бір күннен кейін, екі күннен кейін, значит ол сенің мақсатың емес деп түсінемін да, өзім соны айтып басқа отырған нәрсе. Иә, басқа отырған и всегда жиі оны ойлайсың ол туралы. Вот сол точно иә. Қалау деген сол ғой, қалау деген типа бір рет көрдім, вау ғана емес қой, постоянно қалау ғой. Сосын мақсатқа жетпеудің негізгі себептерінің бірі мынада сияқты, типа қазір бізде адамдар маңыздылықты өзіне бермейді ғой. Там сыртқа әдемі көріну үшін ради маски делают да. Там өзінің мақсаттары маңыздылықтың там қалай айтады орысша, бірінші этапта тұрмайды, бірінші орында тұрмайды өзі ше. Өз өмірінде өзі приоритетті емес. Өзгелердің ойы, өзгелердің ол туралы не айтады, сол маңызды болып тұрады да, и одан кейін өзінің мақсаттары ең соңғы орындарда тұрады. Кейін ертеңге қалдырып тастайды. Бұл да белгілі бір деңгейде жауапкершілік қой, мысал ретінде. Сол жауапкершілік алмайды. Менде бақытты болу деген нәрсе бар да, қалау бар, бақытты болу деген. Но мен почему-то басқа адамдардың мен туралы ойына лайықты болып таңдап кетемін. Это же безответственность по отношению к своим же желаниям. Сол моментте сенің мақсаттарың уже приоритеттің төмен тұсына түсіп кетеді уже. И, соответственно, жетпейсің. Ал мына адамның бақытты болуы, неге ол адам деп шештің сен? Өзгенің осы адам туралы ойлаған жақсырақ болса, мына бақыттырақ болатын шығар. Жоқ. Но соның бақыты солайырақ шығар, оны емес пе?
басқа адам сен үшін бақыттың не екенін жақсырақ біледі деп отырсың ба? Иә, сөйтіп тұр ғой. жоқ, возможно, мысалы Иә. мына адам бақытты болады, когда біреулер жақсы ойлағанда. Мына молодец. Иә, сол бақытты болып Ол жүретін бақыт емес қой ол. Неге? Ол тәкаппарлық қой, тек қана тәкаппарлық қылады. жоқ, тәкаппар бақытты Прикинь, болады. ой, блин. Бақытты деген сөз бар Жоқ, ғой. ол прикинь, это же какая зависимость. бақыт тәкаппарлықта десей. Наркотическая зависимость сияқты ма? Иә, зависимость қой, прикинь. Сен барлық адамға жаға алмайсың ғой. И біреу атты, жоқ сен онша емессің дейді. Біз алдында тәуелділік деген Сонда подкаст сен- түсіргенбіз, соны Сонда көрсек. сенің бақытты болуың басқа адамдардың сен туралы ойына ғана байланысып тұр ма? Пипец қой ол. Олай істемеңдер. Олай істемеу үшін біздің тәуелділікке қатысты тақырыпта подкастымыз бар, соны көрсеңіздер болады, Нартай құдай қаласа көреді. Жаңа мысалы чин айтып отыр ғой, мен өзім мақсаттарым болу керек, Нартай айтып отыр, мені зажигать ететін мақсаттар болу керек деп ше. А қаншалықты дұрыс мысалға мені ғана жандыратын мақсаттармен ғана өмір сүру? Басқалар жандырса жаңағыдай жоқ, бұл жерде мынаны нәрсе айтқым келіп тұр. Жаңа тек қана хачумен өмір сүру қаншалықты маңызды? Надамен өмір сүру керек емес па кейбір кездері? Соның ортасында балансы бар ма, жоқ па? Ну, я думаю, вот так, нада деген нәрселерді жалпы былай мидың несімен келетін болсақ, мидың басты функциясы бізді қорғау, өлтірмеу ғой, энергияны сақтап қалу деген сияқты. И надаға келген кезде, нада орындалмай қалса, тең өлім болып саналады да. Например, там сен квартирада тұратын болсаң, там квартираны төлеу мақсат деп те алсақ болады ғой, былай қарасаңшы. Бірақтан ол надаға жатады. А надаға жатқан кезде сен квартира төлемесең, тең далада қаласың. Далада қалу тең өлім. Жоқ, И в этот момент мы вот так работаем. Ондай надалар емес. Енді. Ну, бұл қажеттілік деңгейіндегі надалар ғой ол, типа, оны істемесең өлдің деген сияқты. Кәдімгі, типа, өзіңді таңдау емес, басқа адамды таңдау. Өзіңді таңдау емес, қоғамды таңдау. Өзіңнің, типа, шаршағандығыңды немесе басқа әлсіздіктерін таңдау. Алдында кім айтты осы? Төртеуміздің біреуіміз айтты ғой. Выбирая нас, я не хочу потерять себя. Тура сол сияқты әлемді таңдап сен өзің жоғалтпауың керек қой. Жоқ, айтқан ол более глубокий нәрсе айтып тұр ол. Кейде андай моменттер болады, кейбір адамдар бар, даже біздің тарихтарда бар адамдар, которые, ну, условно говоря, их жизнь звучала вот так. Радость твоя, боль моя дегенше. Легкость твоя, тяжесть моя дегенше. Түсін бе? То есть олар по отношению к другим людям солай өмір сүрген да. И в какой-то мере олар өздері қаламайтын мақсаттарды әрекеттерді істеген, потому что это надо было для других людей. Это нужно было для других людей деген сияқты. То есть ол өзінің, может быть, бір жеке басындағы мәселелерді, может быть, бір өзіне қатты зиян нәрселерді істеген болуы мүмкін, чтобы что-то важное для общества сделать деген сияқты ғой. Сен осыны айтып тұрсың ғой? Иә. Вот. Но мне кажется, ол андай... Ол қаншалықты дұрыс? Жоқ, ол дұрыс бұрыс деп айтуға келмейтін мәселе сияқты мен үшін. Например, бір не болуы мүмкін да, президент болуы мүмкін да, ол президент болғаннан кейін ол жеке өмір жоқ уже деген сияқты ше. Вот сен оны айта алмайсың ғой дұрыс бұрыс деп ше. Ол, скорее всего, президент болса, ол оның қалауы ғой. Қалауы ғой. А қалаудың ішінде уже... Он чем-то пожертвовал уже, правильно? Вот. Хотя, может быть, не хотел этим жертвовать деген сияқты ше. То есть, ну, сондай моменттер болуы мүмкін да, или ол бір жағында біздің тарихтағы үлкен тұлғалар болуы мүмкін, которые ел үшін деп басқа жағын бәрін, типа, ну, неткен жаңағы құрбан еткен. И оны айта алмайсың сен, дұрыс бұрыс деп айта алмайсың, потому что ол нәрсені жасаған біз үшін жасаған ғой, түсін бе? Егер қазір айтатын болсақ, дұрыс емес деп ше. Онда, ну, кем мы станем деген сұрақ қой. Вот ол қиын мәселе. Тек қана мен ойлаймын, просто сондай адамдарға с уважением ғана қарайсың. С уважением ғана қарайсың болды. С восхищением, с уважением. Потому что, ну, прикинь, ана нәрсе бар да, оның бір мақсаты бар, и сол мақсатқа жету үшін істелу әрекеттері бар. И мынау әрекеттерді істейтін кезде сен білесің, мынаны істесең, мына жағың бычыт болады деген сияқты ше. Сен білесің оны. Точно білесің. Точно білесің, иә. И соны істейсің оны ше. Істейсің, потому что ана нәрсеге жету маңызды болып тұрады да. То есть ты осознанно отказываешься от каких-то других целей, чтобы прийти к основной цели. Түсініп тұрсың ба? Осознанно ғой, осознанно. И ол нәрсе ауыр болуы мүмкін, қиын болуы мүмкін, больно болуы мүмкін, бірақ анау нәрсені істеу маңызды болған кезде мына жақтан, ну, как бы, ты это понимаешь, это проживаешь. Условно говоря, ғой, типа, сен өзіңді алдында просто сдал в аренду своим же целям.
болды. Басқа нәрсеге сен тобой движет только твоя цель, и басқа мақсаттар немесе қалаулар уже не имеет веса болып қалады да. И это происходит только тогда, когда ты берешь ответственность за свои цели. Не всегда. Бұл зависит от целей. То есть андай, мен ойымша белгілі бір деңгейде мақсаттар бар, которые требуют этого. То есть, например, машина алам деп, денсаулығымен құрбан ете жүру, немесе машина алам деп, жаңағындай бір өміріңнің басқа салаларын ішін шығарып жүру деген нәрсе, вообще қуған әңгіме ғой. Ел басқаратын адамдардың несі ғой бұл деген негізі ше. Жаңағы мен айтып отқан бағана нәрсе. Там басқа мақсаттарыңды құрбан ететін кезде, анау неде приоритетте қоғам болу керек сияқты, что перевесить. Иә, таразының екінші десен мен айтып отқан болдыңдар ма десен. Давай. Ұмытып қалдым ал десен. Бір-екі сөз сөйлей қояйын деп. Тығып жүрейін едім, болмай қалдыңдар. Мысалы, жаңа президент айтып отырсыңдар ғой. Президент айтады, ол президенттің басты мақсаты елдің жағдайын жасау. Иә? Елдің жағдайын ұйқыдан басату мүмкін деген сияқты. Елдің жағдайын жасайды, получается, елге ұнау үшін, елге қызмет көрсету үшін ғой. Сонда ол эгоистік па? Сіз сол жерде қатып кеттіңіз ғой әлі? Иә, мен сол әлі ойлап отырмын. Жоқ, ол жақта президент мақсаты елге жағу емес қой. Жоқ, елдің жағдайын жасау. Иә. Елдің жағдайы жақсы болса, ол жақсы ғой. Не факт еще. Почему? Өзіне жақсы ғой. Енді соның целі ол деген. Жоқ, кейбір елдің президенттері болады. Халық үшін сол моментте жаман болып көрінуі мүмкін. Бірақтан ол жасаған іс-әрекет там кейін қарасаң ең дұрыс шешім болған болады. Президент емес, лидер деп алайық, потому что қазір біз в политику уйдем. Лидер, көшбасшы деп алайықшы. И менің ойымша андайда ол қанша жерден өзінің жаңағы артынан ерген халқы үшін, ел үшін жақсы нәрсе істесе де, ол в итоге жаман болып шығуы мүмкін. И любой лидер этого понимает, прикинь. То есть ол опять андай үлкен тәуекелге барады, что будет хорошо, но не будет хорошей обратной связи болуы мүмкін да. То есть оған барады ол. Мен ойымша жаңағы үлкен мақсаттар қою деп айттық қой. Үлкен бір жауапкершілік алу деген нәрсеге байланысты. Тіпті сенің өзіңе зиян болатын нәрсені көріп тұрып, өзіңнен бас тартып, қоғам үшін, адамдар үшін, сен үшін жақын адамдар үшін, адамдардың саны көп емес, мен ойымша. Көп болу да шарт емес. Бір адамда болуы мүмкін ғой негізі ол. Иә, отбасың үшін де болуы мүмкін. Отбасың үшін деген сияқты. И сол моментте өзіңді таңдау деген нәрсемен жаңағы надо деген екеуінің ортасында бір байланыс бар сияқты мен ойымша. Байланыс қандай? Егер сен сондай үлкен мақсаттар қоюың үшін, үлкен бір жауапкершіліктер алу үшін, біз жаңа айттық қой, ол менің мақсатым болу керек деген сияқты. Сол менің мақсатым деген нәрседе мен өзімді танимын ғой по-любому. Мен өзімді зерттеймін, өзім ішіме қараймын, маған не ұнайды, не ұнамайды, қай жерде мен қадаламын деген сияқты нәрселерді. И сол нәрселерді анықтаған кезде біз шынымен үлкен мақсаттар қоя алатын сияқтымыз, үлкен бір жауапкершіліктер алатын сияқтымыз. Байланысы қалай? Например, қарапайым бір үлкен мақсат есебінде, грубо айтсайық, мысалы Қазақстанның жағдайы жақсарғандығы деп айтсайық мысалға. Бірақ сен сол Қазақстанның жағдайын жақсарту үшін бірінші өзіңнің жағдайыңның жақсы болуына қадағалауың керек қой, иә? И сол кезде менің ойымша адамдар өзінің ішіндегі қаншалықты ол нәрсені тапқандығын, қаншалықты өзіңе жақсы екендігін сезінген кезде, сол нәрсені басқаларға бергің келеді. Просто андай бір осы жерде бір тонкий грань бар да, кейбір кезде адамдар өзінде вообще шынымен мүлде ешнәрсе жоқ кезде жоқ, мен елім деп кетеді ғой. Как будто андай бір ағашты отырғызасың, сол ағашты отырғызған кезде сен бірінші жылы одан уже бір жеміс күтіп жатқан сияқты ше. Хотя ол ағашқа қазір кішкене тамырын жеру керек еді, кішкене оған қарау керек еді деген сияқты да. Сол жағда бар сияқты мен ойымша. Ал мынандай сұрақ туындап тұр да осы жерде менде ше. Қазір біз общий әңгіме айтып отырмық қой. Дұрыс па? Жалпылама әңгіме айтып отырмық қой. Ал сіздердің өмірлеріңізде мынандай болды ма? Саналы түрде мен өзімнің қалауымды емес, мен наданы, иә, істеу керек деген нәрсені таңдап, және ол күшті бір нәтиже берген кездер. Маған да, қасымдағы адамдарға да деген сияқты. Менде өте көп болған. Қарапайым буткемптің өзі, например, болады. Мен істегім келмейді, вообще істегім келмейтін кездер болады. Просто вот все. Даже там, не знаю, бірінші күннен кетіп қалғым келіп тұрады. Типа, андай
соңғы өткен турасында болды ғой, типа, ну, это и физически вообще, типа, ну, это жестко против идти себя ғой, физически, например, шығып, ана жақта үшінші күні сен қатты ауырып тұрсың, там, нереально қатты ауырып тұрсың, да, и тебе нужно делать необходимое. Тебе нужно делать необходимое, өйткені ответственность бар ғой, адамдар келді, команда бар, ол адамдардың ішкі мәселелері бар деген сияқты ше. Бірақ андай типа мен не хочу напрягаться, поэтому мен либо өтірік істей саламын, либо ну ертерек аяқтай саламын десем, мен үшін жақсы болады еді. Бірақ мен как бы мне важно было, чтобы для них было хорошо, нежели мне. И заставляя себя, ну ты делаешь. В итоге хорошо, все. Мен сол кезде қиналдым, бірақ біткеннен кейін кайф. Или даже, например, менде ондай момент неде болған. Бірінші курсты бітірген кезімде именно продажаға келіп, у меня получилось, там көшеде зат сатып, үйтіп үйрендім и жақсы ақша тауып бастадым. Бірінші рет ақшаның дәмін сездім сол кезде. Все, маған мынау оқу керек емес дедім. Потому что мен Жүргеновте кино теледраматургия деген мамандықта оқып жатырмын. Оның продажаға қатысы жоқ, короче, оқып жатқан жерімнен. И менде продажа хорошо получается, вот все, мен болды, осыны таңдаймын, кетем деп мен қалауым болды. Кеткім келді, оқудан шыққым келді. Бірақтан үйдегілер, қыс деді, короче. Сонымен қыстым да оқыдым. И алаңғалаумен қазіргі шыңғыс сол таңдаудың арқасында отыр деп ойлаймын. Наилучший результат деп ойлаймын. Мынандай мысал бар, короче. Мен әлі күнге жек көретін нәрсе бар, бірақ істеймін. Аха. Кітап оқу. Маған вообще ұнамайды кітап оқу деген нәрсе. Мен как бы больше визуалмын да, андай көрген жақсы көремін ше. Көрген, тыңдаған деген сияқты ше. Бірақ кітап оқимын. Причем андай супер научный кітаптар оқимын да. И 2017 жыл бастап оқыдым. Әлі күнге дейін андай бір кітапқа деген махаббатым ашылған жоқ. Бірақ оқимын. Надо, заставляю читать. Но в итоге соны істеген кезде ол пайда берді ма? Берді. Болды. Мен бүйтіп қараймын да, просто вот хочу бар, надо бар. Для меня какая тонкая грань между ними. Вот мен қазір істеуім керек, вот надо менен сүңтесі, и это приближает меня к итоговой менің хочуыма. Түсін ба? Соған қараймын. То есть мен қазір істеуім керек, бірақ ол вообще мен айдылаға апаратын болса, мен оны істемеймін деген сияқты ғой. Кейбір хачулар адастырады дегендей ғой, типа. Жоқ, надо айтып тұрмын мен. То есть мен істеуім керекпін наны, вот я как бы, ну, не хочу, мен наны істеуім керек. Жоқ, кейбір хачулар деген нәпсінің қалауларын айтып тұрмын ғой. Например, кітапты оқымай барып жатып ұйықтау или там аниме көру деген сияқты. Ол қалау сені адастырады, ал мына жақтағы қалауды надаға айналдырсаң пайдасын береді. Бүгінгі қалау надаға айналдыра алмайсың ғой, бұны қаламайсың ғой, мысалы мен кітап оқы қаламаймын ше. Дұрыс қой, сен қалауың мына жақта там кітаптан алған пайда, например. И оны кітаптан аласың по-любому, ол қалау ғой. Бірақ кітап оқуды мен қалауға айналдырмаймын өзім ба? Кітап оқып кетіп айта алмаймын мен. Түсін ба? Ол надо болды. И оны мен не үшін істеймін? Мен қалай типа, ну, получается делать, потому что итоговый результатты я хочу или нет? Болды ғой. Мысал ретінде типа, ну, заниматься спортом, отжимание жасау. Не хочу я. Но я понимаю, что итоговый результатты я хочу. Вот мен сол жерден ғана нетем. Ал егер беретін болса, например, типа, кейбір надалар болады, типа, істесең де істемесең де вообще он не влияет на твои результаты. На твои желания не влияет. Оларға мен істемеймін. Короче, андай екен да, менде болған нәрсе ше. Мақсат, бір мақсаттарым бар, ол үлкен нәрсе. И сол мақсатқа жету үшін сен кейбір қалауларынан бас тартасың. Иә. Сол нәрсе менде отбасым сақтап қалу болды да. Мысалы, бақытты отбасы болу ол менің мақсатым. И сол мақсатыма жетуге байланысты мен жұмыс істеймін, жаңағы қарым-қатынаспен жұмыс істеймін деген сияқты. Маған ол особо ұнамайды. Бірақ мен өзімді жертвовать етемін кейде, и соған байланысты жұмыстар істеймін, маған ұнамайтын нәрселер істеуім мүмкін деген сияқты ше. Иә. Ну, өзімде сондай болған. Барып, например, гүл сатып алу деген сияқты. Иә, возможно, сондай деген сияқты ғой. Кейбір көзін жұму деген сияқты ше. Қызық тема, короче. Ал осы надан темасы бар ғой. Ол біздің не деп айтамыз, ішіміздегі өзіміздің установкаларымыз ба? Или ол
қоғамның бізге теліп берген, қоғамның бізге бізден талап ететін нәрсесі ма? Надо ма? Иә, надалар. Надо деген сол не сияқты жаңағы Например, қарашы, мысалы, например, қарапайым мысалдар айтайық та, андай аспаннан кетпей қойықшы. Мысалы, сен автобуста отырсың, басқа бір адам кірді, әйел адам кірді, үлкен адам кірді деген сияқты ше, иә? Ол кезде әркімде әртүрлі ғой. Біреулер я хочу деп істейді ол нәрсені ше, а біреулер надо деп істейді деген сияқты. Осы жерлерде ол әрбір адамның, орын беру ол адамға, ол әрбір адамның өзінің ішіндегі сол установкалар ма или қоғамның беріп жатқан нәрсесі ма? Жоқ, қоғамның беріп жатқан нәрсесі сияқты да, потому что тәрбие ғой. Тәрбие деген сол, адам кірді, автобус адам кірді, біз автоматтың орынды береміз, например ше. Кейде қалап бересің, кейде надо деп бересің да. Ал қазір енді жаңағы мен інілерім, жаңағы қарындастарым деген сияқты ше, олардан надо или хочу деген тема жоқ қой. Мен ол мәселе, тип именно осы контексттағы мәселе, ол установка неге байланысты емес сияқты, мен ойымша, наоборот, ол ардың мәселесі сияқты ше. Оның ардың мәселесі болғанда, ол үшін ол арлы нәрсе емес шығар. Ар қалай қалыптасады? Ол мен жеткізген нәрсе мынандай ғой. Тәрбие ғой. Біздің ішіміздегі надалар, ол менің надаларым ба, өзім айтып жатқан, әлде қоғамның маған айтып жатқан надалары ма деп сұрақ қойған ғой негізі. Установка деген. Жаңағы мәселе де қызық екен, ардың мәселесі ше. Реально, мысалы бізде үлкенге орын беру деген, ол кәдімгідей бізде генімізде бар, қалыптасқан нәрсе ше, ол ше. Білмеймін, қазір бар ма, жоқ па. Бірақ басқа мемлекеттерде, басқа мемлекеттерде ондай емес қой. Дамыған мемлекеттерде, жаңа Кореяда, по-моему, Япония деген сияқты. Японияда ренжит дейді ғой. Иә, ренжит. Значит, ол, то есть андай. Для них это арлы емес, короче. Иә, ол нацияға да бөлінбейтін сияқты қазір. То есть біздің қазіргі поколение, больше, скорее всего, құндылықтар онда, иә. Тәрбие ғой. Құндылықтар. То есть ардың өзі ол арсыз деп айта алмаймыз ғой. Ардың өзі жаңағындай құндылықтарға сай қалыптасатын сияқты. Иә. Бізге ол жақта арсыз деген басқа нәрсе болуы мүмкін. Иә. Арсыз ол вообще, то есть орын берсе арсыз болып қалса. То есть опять біздің миымызбен оценка береміз оларға. Ондай контекст сондай, иә. Мен былай контекстте жаңа жұмысқа, мақсаттарға алатын болсақ, мне кажется, вот мен бүйтіп ойлаймын да, вот нужно хотеть цель и не выбирать, типа, надо, не надо деген да. Да, действительно нәрселерді ше. Соған жететін путьта сенде надо да болады, не надо да болады, сен по-любому жетеміз. Иә. Типа, вот мен мына суды ішкім келеді, мына мен мақсатым болатын болса, вот екеуміздің арамыздағы әрекеттерде менде, типа, хочу, не хочу, могу, не могу, бұл нәрселер болмау керек сияқты ше. Иә. Сол дұрыс қой, үлкен мақсат болады, и соған жететін кішкентай жаңағы мақсатчиктер болады. То есть қалаулар ма бір нәрселер, ол үшін олар не важно. Мысалы, ол кезде андай да кішкене неадекватность пайда болса, условно, типа, сенің бизнесің бар, и сен бизнесің там чистая прибыль осындай болу керек. Мақсат қой ол мысалға ше. Қалауың, мақсатың, не знаю, там, да. И сен тұрасың айтасың, нет, мен по стандарту осылай жасалу керек. Я не хочу, я хочу вот так деп қоясың, например ше. Иә. Ананы сияқты, мысалы жаңағы ресторанға байланысты, мен үлкен ресторан болу керек, обороты там 30 миллион болу керек дейсің да, ол мақсатым. Бірақ мен қаламаймын адамдармен коммуникация жасауды. Иә, алмап саузыма түс деген нәрсе жоқ екен. Әңгімесі осы жерде болып тұр ғой. Просто мынандай нәрсе бар ғой. Қарапайым бір өмірдегі нәрседе айтайықшы. Мысалға, бұл жердегі айтылып отқан нәрселер андай да, белгілі бір дәрежеде өзіне сенімді адамдардың әңгімесі ғой бұл. Мен мақсат қойдым. Болды, сол мақсатқа жетемін. Мен өлдім, тірілдім, мен олар деген сияқты ше. Бірақ андай адамдар бар ғой. Вот мақсат қойды ол. Иә, айына мысалы 1 миллион теңге табудың мақсат қойды. Бірақ сол мақсатқа кетіп бара жатқан кезде дұрыс емес бір нәрсе болып қалады. Например, ол бизнес ашты, например, Каспийдан там товар сатқысы келді та, бірақ товарын апарған кезде брак болып қалды, анау болып қалды, Қытайдан лақтырып кетті деген сияқты ше. И сол кезде ол жарты жол тоқтап қалады ғой. И сол кезде андай да, мен қазір мақсатыма бара жатырмын деп бара жатқан кезде анандай кедергілер туындаған кезде ол бұл менің мақсатым ба, мақсатым емес па, осы дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты кетіп қалады. Ол кезде уже бұл надан мәселесі емес қой, бұл жерде уже сенімнің мәселесі ғой больше. Иә, мен сол сенім қайтсам, мен жаңа басында айттым ғой, бұл сенімді адамдардың әңгімесі ғой. Мен жетем, болды, мен өлдім, тірілдім, жетем деген ол сенімді адамдар әңгімесі. А қоғамның барлығы сенімді емес қой.
олар жаңағыдай сол жарты жолда кетіп бара жатқан кезде сол надасымен кетіп бара жатады ғой, мен жетем бұл менің мақсатым деп ше, жарты жолда сол басымен қадалған кезде олар бұл мен может мақсатым емес шығар, мен может осы жерден қайта салатын шығармын деген сияқты нәрсеге тіреліп қалады ғой дегенім ғой. Иә, и вопрос типа осы жерде ол адамдар не істеу керек сонда? Берілмеу керек. Жеткізіліп тұрған нәрсе ғой түбіші. Вот надо деп барады да, и ол выгорание кетіп қалуы мүмкін ғой. Вообще дым жасағысы келмей қалуы мүмкін. Выгорание кетпеу керек. Қалай кетпейді ол? Болмай жатыр ғой, істелінбей жатыр ғой, қадалып қалып отыр ғой. Жоқ, мен ойымша прикол айтқысы келген просто тауып жүрген болмай қалды. жоқ, мен ойымша просто адамдардың выгоранияға кетуі деген нәрсе ол не от того, что он делает, от того, что он больше думает о проблемах, мне ойымша ше. То есть анау қараңғылыққа кетіп қалатын сияқты. Неге? Жаңағыда мысалы істеді и не получилось. Вот сол не получилось деген нәрсені бүйтіп мынандай қылады да бүйтіп ше. Деп ше. Сосын басталады жаңағыда. Типа кедергіні бүйтіп как бы төмпешікті тау қылып қашты емес сияқты деп ойлаймын да. Иә, өйткені мысалы мен андай болған ғой. Мен бірінші бастаған бизнесім сразу минус 800 мың теңге болды ғой. Типа прикинь, алға еще бүйтіп ойлағам ғой. Бастаймын. Оборот күшті болып жатыр ғой, короче ше. Басында ше. Не финмодель жоқ, там P&L деген вообще не болды, білмейсің, короче ше. Excel таблица вообще атымен жоқ. Ондай бар екен деймін. Көк дәптер бар. Қара блокнот бар кожаный. Қара блокнот. Сөйтіп, короче, бастаймыз. Интернет-магазиндердің доставкасын бастаймыз по городу, короче ше. Жаңағыдай, бір досымызды водитель қылғанбыз, оған бензин береміз, айлық төлейміз, короче, офис бар. Арзан бағаға ұсынамыз. Оказывается, мен бизнесмен, мен может быть кәсіпкер емес шығармын деген ойға кетіп қалуға болар еді. Иә. Бүйтіп 800 мың деп ше. Ол кезде мен андай болды да. А что если еще раз попробовать деп ше. Типа, құлап қалдым. И құлап қалсаң, демек жүгіруге болмайтын сөз емес қой. Қайт жүгіруге болады деп ше. Мен всегда андай не келтіретінмін, кішкентай бала мысалын ше. Кішкентай бала жүріп басады да. Емектеп жүреді да. И тұрады да, топ етіп құлап қалады да. Все, оказывается, жүру менікі емес екен деп айтпайды ғой, например ше. Он пробует еще раз, да? Еще раз. И сосын мен ойлайтын жаңағындай, мен бір рет қадалып қалдым, жарайды. Давай, онда еще раз попробуй деп ше. И солай мен еще раз попробуем көп болды ше. Типа андай, қадалып қаласың, қайт көресің, қадалып қаласың, қайт көресің деген сияқты ше. И вот сосын мысалы қазір уже типа андай, жаңағы сенімді адамдардың әңгімесі деген спискте отырмын да деген. Анау неде ше, жаңағы Каспи магазинге байланысты ше. Мен Каспиден осынша табамын деп ойлады ғой жаңағы сенің ойындағы адам ше. И оған жететін кезде неше түрлі қиындықтар болды, и ода выгорание болып кетті де. И получается, может быть, дұрыс мақсатты қойып білу керек шығар. Ол да бар, иә. Например, ол ойлап тұр, мен Каспиден там ярд оборот жасаймын деп, например, да. Сондай ой болды да, и сода кедергілерден кейін ол сынып қалды. Возможно, ол Каспиден мен ярд жасаймын емес, жалпы кәсіпкер болып ярд жасауым керек деген ой шығар. Потому что ана Бәкен айтқаны да сол, бірінші басқа бизнес бастаған, одан кейін екінші бизнес бастаған деген сияқты ше. То есть бизнестер неше түрлі бастайды, бірақ цель бір ғой, там миллионер болу деген сияқты цель ше. И одан кейін де жаңағы баланың еңбектеген мысалы да сондай ғой. Оның баланың мақсаты там, не знаю, там қабырғаға дейін жету емес, жүріп кету ғой. Получается. Возможно, мақсат қойған кезде дұрыс мақсат қоя білу керек шығар. И ол қалай дұрыс мақсат қою керек онда? Сен ойынша қалай? Мен тек ой сұрап отырмын. Мынандай болса ше, мысалы, мен бүгін модераторымды да қойшпын ше. Мен жауап бере алмаймын деді ғой. Әйелмен күйеуі ұрысып қалады. Әйелмен күйеуі ұрысып қалған кезде олар ажырасайын деп отыр, например. Енді сөйлейсің ғой, өмірде көп болады ситуация ғой. И сол ажырасайын деп отқан кезде себептер көп. Жаңағы келіспеушілігі бар, может быть, изменасы бар, может быть, жаңағы жауапкершілік алмайтын бар деген сияқты да. Осы жерде ажырасып кетейін десе, хачуы ажырасып кету. Бірақ бала шағасы бар, анаусы бар, мынаусы бар деген сияқты да. И ол надамен жүреді ғой. И осы жерде не істеу керек адам? Татуласу керек. Молодец. Оның хачуы қандай сонда? Ажырасу. Мақсаты? Хачу ғой енді ол. Жоқ, вообще ажырасу, типа ажырассам бақытты боламын деп ойлайды ғой. Значит, оның мақсаты бақытты болу ғой. Бақытты болу болатын болса, бағанағы айтқандай, буткемпқа қанша жерден қиналып тұрсам да шықтым деген сияқты, қанша жерден қиналып тұрса да. Тура менің ситуациям. Просто мынандай ситуация болады, понимаешь, қара.
сенбейді ғой ол нәрсеге. Опять же бағана сенімге келіп тұрмыз ғой. Ол 1 рет сеніп көрді, 2 рет сеніп көрді, 3 рет сеніп көрді, 4 рет, 5 рет болды, и ол аузы күйді, и ол уже сенбейді. Типа, что все будет хорошо. Ол бақытты, осы жарайды, ажыраспаса да, осы семьяда бақытты болып кетемін деген нәрсеге сенбейді ол уже. Сол моментте, жаңа хочу мен надо. Мысалы, сол моментте буткемпке бару керек реально. Ереке, алдында екі живой кейс отыр. Иә, мен живой. Былай болған, былай болған. Екеуінен сұрай бер деп. Жоқ, сондай болған бізде ше, реально живой кейс өзімде. Например, иә, мен неше түрлі, то есть попытка жасадым семьяны сақтап қалу үшін. Ананы оқыдым, там неше түрлі, не знаю, там, в общем, білгенім істедім ғой, чтобы семьяны сақтап қалу үшін. Бірақ менде уже үміт өшті. Все, мен мына адаммен, мен дальше, мен бала-шағам, екі бала-шағам болса да, бұдан мен бірге ары қарай өмірді көрмейтіндей болды. Мен үмітім үзілді болды. Бітті. Деген нәрсе болды да. И одан кейін жаңа буткемпке бардық. Буткемпке барғаннан кейін каким-то образом нормально болып кеттік қой, в общем. Түсіндің ба? То есть анда мендегі мақсатым, түпкі өзімнің мақсатым, жеке мақсатым мен бақытты болу ғой. Ал бақытты болған, екі жақта да бақытты болуға болады, бірақ қайсысы бақыттырақ? То есть ажырасқан бақыттырақ па, или бірге семьяда, то есть тату-тәтті өмір сүрген бақыттырақ па? По идее, екеуінде де бақытты болуға болады. Бірақ мен қалаймын, что мен полноценно бақытты болғанымды қалаймын. И мен сол жолды таңдадым да, что семьямен боламын. Вот и вопрос, егер буткемпқа келдің, и тогда бы, если бы не получилось. Ол жерде, если не получилось бы, наверное, точно жоқ деп ойлайтын шығармын, потому что менде сол кездегі ойым, что уже все дедім ғой. То есть егер буткемп өтпесе екеуіңе, онда скорее всего ажырасу болатын бе еді? Жоқ, біз ажырасып кеткенбіз ғой. Сондай ма? Иә, 2 күн болған ғой. 2 күн болған, мен ажырасып кеткен, оны жақында естідім. Жаңалық. Теріс қарап ұйықтайтын болған ғой. Жоқ, екеуміз екі бөлмеде жатамыз, как положено ғой. И сөйтіп мен все, давай дедім, болды, короче, осы жерін тоқтатайық дедім. И сол кезде әйелімнің, короче, әйелім как будто андай мен айтқаннан кейін, ол типа көтін қысып қалған сияқты болды да. Оянды ма? Иә, оянған сияқты болды. Мен осы уақытқа дейін сол ойлап жүргенмін. Осы жаққа бір айда болған жоқ, прикинь. Все, короче, мен айтқаннан кейін все, окей, бәрі нормально болып кетті деп ойлағам ғой. И сөйтсем, осы жақында әйелімен сөйлесіп қалдым, сөйтсем айтады, ол мен айтқаннан кейін, ол мысленно уже ажырасып кеткен. И ажырасып кеткеннен кейін, но от этого человека что требовать? Он же чужой, и значит, мен эмоционально оған зависимый емеспін. Мен нормально өмір сүре беремін. Сразу сепарация дейсің ғой. Сразу сепарация жасап бірден сепарация ғой сонда. Иә, сепарация жасап тастағанда, и ода уже андай, то есть эмоционально качели жоқ, холодный кәдімгі разуммен ойлап уже нормально өмір сүргенбіз 2 күн, прикинь. Ал мен ойлап жүрмін, уже нормально болып кеткен деп ше. Біз бақытқа жол таптық деп қойдық. Сөйтіп ол ойлап, уже баланы менімен қалады, бүйтеді, сөйтеді деген нәрселерін барын ойлап, ана жақта жаңағы, в общем, раздражение, ана, в общем, бәрін ойлап тастаған ғой, прикинь. Мен оны запланировал. Иә, запланировал. Сильная независимая женщина болып кетіп бардым. Иә, уже кәдімгідей. Жақсы. Вот так вот. Жоқ, енді сол в итоге, допустим, буткемпқа келіп, не получилось бы, что это был бы развод, получается? Иә. Это бы развод, потому что мы... Ол кезде мақсат қайда қалады? Екі мақсат қой. То есть мақсаты мен бақытты болу ғой. Менде екеу болды, екеуінде де бақытты боламын. Мен уже решил, что мен ажырасып кеткенде бақыттырақ болатынымды. Бірақ маған попытка берілді ғой, типа, нам попробуй деген нәрсе сияқты. И сияқтан попробовал, ну, получилось. Хорошо, давай бір личный опыт. Что, себеп не екен оказывается? Енді типа до и после болып тұр ғой, 4 күн ішінде до и после болып тұр. Себеп не екен? Себеп недосказанность қой. Сөйлеспеу. Недосказанность начинается все с этого деген нәрсе бар да. Ол сол нәрсе мен постоянно айтамын да. И сол нәрсе қалып қойған ғой. Сөйлеспеу ғой, просто сөйлеспеу. Хорошо. Но жаңағы нәрседе буткемпке екеуміз де барсақ, сезім оянбаса, ол одно дело. А если сезім оянса, и скорее всего, по-любому мен дальше попыткалар жасайтын сияқтымын. То есть типа свет в конце тоннеля сияқты хотя бы көрсем деген сияқты. Иә, мен по-любому көретін сияқтымын. То есть андай болды, жоқ деп кетпеймін, но по-любому соны попытка жасайтын сияқтымын, чтобы сохранить семью. Ну, мен ойымша бәрібір еркектердің тарапынан ол жеңілірек сияқты. Ну, жаңағы нәрсеге байланысты ше, қарым-қатынасқа байланысты. Ну, қоғаммен айтайық, иә. Егер еркек ажырасатын болса, ол белгілі дәрежеде бойдақ жігіт қой, болды ғой. Әйел жасатын болса, ол көбінесе балдармен қалған әйел ғой. Ну, если
да қатты айтатын болсақ типа женщина с прицепом деген сияқты нәрсеге дейін кетіп қалады ғой. Менде былай болған. Мен ажырасам деген кезде я планировал, мен 2 балам менімен қалады. Жоқ, бұл Например, жерде бір неге жоқ, салып просто андай нәрсе бар бізде қоғамда ше, көпшілікке салып жатырмын. иә, менталитетте типа ажырасқан деген как клеймо. Иә, көпшілікке салып менің жатырмын. ойымша біреу менің ойымша қазіргі қоғамда вообще без разницы сияқты ше. Без разницы сияқты. Иә, типа еркек болсын, әйел болсын деген сияқты. Бұрынғы қоғамда типа әйел байдан қайтып келді деген ол ауыр болатын ше. Ойбай деген болатын еді. Иә, қазірде уже ойбай емес сияқты ол. Просто ажырасу деген нәрсе екі жаққа да енді санасы болса, реально қазір кейстер бар, который ажырасқан әйелдер вообще похрен жүреді, короче. Типа, ну, похрен жүру керек, это хорошо, бірақ андай да енді. Типа, ну, ажыраса салып сразу андай типа уже бойдақ болып и как будто не было отношений деген сияқты нәрсе өтіп иә қыдырып кету ғой енді, условно говоря, қыдырып кетіп тұрмын ғой енді ше. Вот мне кажется, ондайлар да көп қазір ше, ұлдардан да қыздардың да. И мне кажется, ол не от того, что қоғам давление бар жоқ, от того, что адамда сана бар жоқ деген нәрсеге сияқты ше. Санасы бар адамның ұлы болсын, қызы болсын, қайсына болса да тиеді ше. Мен анау шоу-бизнес, ну, типа ауыр ма? Иә, ауыр. Ол ауырлы жаны, иә. Типа әйелге қаттырақ ауыр, еркекке жеңілірек деген тема келмейтін сияқты уже ше. Санасы болады. Өйткені мен жақында тоже мысалға өзімнен бөлек жақында шоу-бизнеста жаңағындай үлкен танымал тұлғалармен жол сөйлестім да, ажырасқанда короче просто. Ну, әңгіме барысында шығып қалды. Анау кәдімгі сынып қалған ғой. Кәдімгі сынып қалған ғой, прикинь. Ажырасқаннан кәдімгі сынып қалған. 3-4 жыл кәдімгі жоқ болып кеткен. Все, андай карьера бәлкім сынып қалған ше. Мен айтамын ғой жаңағындай, типа еркек емессің ба? Енді түсінсем жоқ дейді да енді. Жүрегім бар ғой менде дейді да. Сол. Иә, бұл жерде типа біреуге жеңілірек, біреуге ауыррақ деп айтатқан жоқпын. Бұл жердегі андай жауапкершіліктің мәселесіндегі нәрселер ғой. Қазір қоғамда жаңағы не деп айтайын, бағана бірінші крем осы. Ол ауыррақ деп ойлаймын. Қазір біз қаншақты типа одан өтіп бара жатсақ деген нәрсе ойлаңызшы. Вообще неге бұны айтып жатырмын? Себебі анау қазір көп қой солай ойлап жүрген адамдар ше. Ажырасайын ба, ажыраспайын ба, мына жақта мынандай болып жатыр, қиналып жатырмын, маған мынандай қарым-қатынас көрсетіп жатыр деген сияқты ше. Әйелдердің деңгейінде көп қой ондай әңгіме. Просто сол кездерде вот солай жүрсің сен, ни рыба не мясо вообще, ажырасайын ба, ажыраспайын ба деп жүрген кезде, вот я хочу вроде бы семьямды сақтап қалуға. Хачуым бар ғой, мақсатым бар ғой, бақытты болғым келеді ғой. Бірақ факттар бар ғой, который оны қинап жатқан. И соның кесірінен ол надамен жүреді, жарайды, надамен деген сияқты ше. Көніп. Иә, көніп. И соның кесірінен соңғы жағындағы болатын нәрсесі андай ғой. Опять же бағанағы сол выгорание, опять же сол жаңағыдай бақытсыздыққа келу, одан кейін балалардың бақытсыз болуы деген сияқты ше. Ержан, сен айтқан нәрсе андай ғой, ол әрекет істеу емес, бұл көну ғой. Түсіндің ба? Көну? Иә. Типа, надо терпеть, надо типа понимать деген нәрселер. Көну ғой ол, на самом деле әрекет істеу емес. Например, там еркек болсын, әйел болсын, на грани развода болатын болса, и жаңағындай екінші тараптан ешқандай өзгеріс болмай жатса, мен шыдап үндемей жүре беретін болсам, надо вот сохранить семью, надо вот ради детей деген нәрсені ше. Это уже надо емес, это уже типа быть согласным с тем, что есть ғой. Иә. Вот. А вместо этого, наверное, вот так, если я хочу, вот проблема вот отношения, да, өзгермей жатыр, мен хочу счастливую семью, но не получается, сосын шыдап жүре беремін емес, наоборот, хочу счастливую семью, и что мне надо сделать, чтобы была такая семья, которую я хочу? Что мне надо сделать? Не знаю, может быть, работать с психологом, может быть, там стать каким-то другим человеком, работать над собой. То есть делать определенные действия в сторону своих целей. А не так, что типа я хочу, но пока не получается, поэтому я терплю места. Ол терпение ертең ол бомба замедленного действия болады ғой ертең ол ше. Вот сен еще андай болады да, вот допустим терпит, да, потом в итоге ажырасса, это уже будет безответственностью. Хотя бы человек не попробовал. Деген сияқты көрдің бе? Вот Нартай попробовал, у него получилось. Но он же мог сказать, типа, не хочу я попробовать, типа, мен уже, типа, я вижу, что все так, я не хочу, типа, что-то делать.
мен соған көнем, или көнем или кетем дейтін болса ше. Хорошо. А осы көнетін адам соңы не болады? Көнетін адамның соңы. Мне кажется, сначала шыдайды, жинайды, потом еще ең сорақысы ол адам өзін жертва деп ойлайды. Мен өзімді құрбан қылып жүрмін отбасым үшін деп ше. Сосын через некоторое время жиналғаннан кейін ол либо бұл адам начинает агрессировать в сторону противоположного пола, тиран бола бастайды. Сосын андай ертең әбден семья сақталып қалатын болса, өскеннен кейін балаларына мен сендер үшін осының бәрін шыдағанмын міндетсінеді. В итоге бақытсыздық қой, бақытсыздық или вообще какая-то темная комната в голове, откуда уже сложно выходить. Мен бутылочканы солай елестеттім ғой. Мен осылай жүре берем, енді ол сразу келген ой емес ажырасам деген. Ол ұзақ уақыт бойы келген ой ғой, как минимум 5 жыл бойы деген сияқты ше. И сол кезде жүрдім реально, чтобы типа балалар там полноценный семьяда өссін деген нәрсемен жүрдік қой. И сөйтіп мен ойладым да, сол последний точка қойатын кезде ше. Блин, мен ше деп ше. А чё, типа, самое главное, мен бақытты болуым керек қой. Но как личность ретінде деген сияқты ше. Мен бақытты болуым келеді. Мен мияқта жүргенде бақытсызбын реально ше. Ал содан кейін андай, нені ойлайсың, сондай нәрсе көбейіп кетеді ше. Ажырасқан адамдар туралы сондай блогерлер шығып кетеді, бақытты болып жүрген ше. Білмеймін, әйтеуір сондай нормально жүреді, короче ше. Кездесіп тұрады по выходным балалармен, нормально күшті болып жүреді. И содан кейін екі жақта жүрсе, жаңағы бақытсыз ата-аналарды көргенше, екі жақта жүрген бақытты ата-аналарды көрген бала жақсырақ өседі деген нәрселер шығады, короче ше. И соның бәрі маған келді да. И сосын мен өзімді таңдаймын дедім да. И содан кейін барып сол шешімге келдім ғой. И сосын ойладым, мен осылай жүре беретін болсам, жүре беруге де болатын еді, егер мен айтпасам ше. Жүре беруге болатын еді, бірақ мен ол кезде мен айнаға қарап тұрдым осы кезде, прикинь. Мен айнаға қарадым да, ванныйда ғой. Қара түнекпін ғой ше. Кәдімгі қара түнек болып қарап тұрмын ғой ше. Ема дедім ғой, мен біттім ба не деген сияқты ше. Все, типа мен осылай өмір сүре берем. Мен вообще өмірден ләззат алмаймын ба сонда? Мен кәдімгі сөйтіп жылаймын ғой, прикинь. Болды ма уже осылай өмір бақи мен сонда сор болып жүре беруім керек па деймін ғой. Иә, жұрттан ұят, ау деп жүре беруім керек па? Все деймін ғой. И оған дейін, в принципе, ажырасу туралы айтпағанбыз ғой. Жаңағы недосказанность туралы ше. Іштен сақтап жүреміз. И сол бутылочканы ойладым да, мен ондай адам болғым келмейді дедім, короче. Қандай қиындық болса да, мен лучше өзім өмір сүрейінші деп ше. Солайынан болды да. Короче, идея мынандай ғой, мен айтып тұратын ше, вот сен огородың бар да, жерің бар да, вот сен су құй, тазала, арам шөбін жыл, там, не знаю, жаңағындай картошка ек, не знаю, қияр, помидор ек та. Бірдеңе өсу мүмкін ғой. Бірақ мен бітсем, мен жерім ештеңе өспейді бәрібір деп, типа соған көне берсем. Просто шыдау керек, шыдауым керек, жоқшылыққа шыдауым керек деп ше. Арам шөбін ұрып. Иә, осыған да шүкір, жерім бар ғой енді деп ше. Шыдай беретін болсам, от этого же не будет никакого роста. А если мен наоборот жерді кішкене құнарландырсам, попробую, пока не попробую, не пойму. Мен істеп көрейін, если не получилось, потом көре жатам. Но істеп көру керек қой, түсіндің ба? Көп әрекет қой, көне емес, типа, надо делать действия, чтобы что-то случилось хотя бы. Ал мынандай моменттер болған ба өмірлеріңде? Керісінше, наданы таңдап, хачуға қойшы деп, қойшы кейін болсын деп ше. Енді итакта солай жасаймыз ғой. Бірақ сол нәрсе үшін өкінген. Болған менде. Енді көп болған ғой, айтам ғой, боткемді пасына айтам ғой. Просто мен андайда, когда ты не понимаешь вот для своей цели, что надо екен ше, по-настоящему. Когда ты думаешь, например, бит ойласам, например, да, мен қазір көп ақша тауып, успешный кәсіпкер болу деген мақсат болатын болса, мен ойлауым мүмкін да, для этого нужно делать только бизнес деп ше. Ол уже қате болады ше. Вот, например, там айына, допустим, да, владелец сети ресторанов болғым келеді, 5 рестораны бар, әрқайсысы маған 20 миллион теңге береді, 100 миллион теңге табатын кәсіпкер болғым келеді, условно говоря. Так, надо делать бизнес, надо делать мышление, надо делать тело, надо делать правильное отношение,
чтобы дома было все хорошо. Вкладываться домой, да. Надо заниматься внутренним здоровьем. То есть уже типа надо деген біреу ғана болмайды, типа тек қана бизнеста мен маркетингті білуім керек, продажаны білуім керек, мен офисқа баруым керек, команда алуым керек деген типа болмау керек та, короче. Другие сферы жизни тоже надо прокачивать, чтобы прийти к этой цели. Менде болған, что я думал, что надо только делать бизнес, только делать деньги. Тек қана мақсатқа жету үшін менде ақша қатысты мақсат болды, команда қатысты, ақша қатысты, бизнес қатысты. И мен ойладым, что надо только работать деп ше. И заставляя себя только работал. Забывая про хобби, про желание, про душевный покой, про окружение, про ценности, про физиологию, про душу. То есть бәрін ұмытып кеттім да, бәрін, про отношения с близкими, бәрін қойдым да, наған ордым. Жеткен кезде бәрі деп карточный домик сияқты құлап қалды ғой. Потому что мен из всего, что надо делать, чтобы прийти к этой цели и удержать ее, я сделал только маленькую часть. Бір аяғы ғана бар оның. Бір аяғы ғана бар, түсіндің ба? Хотя басқа аяқтарында мен қойғым керек еді да. Вот сол кезде қадалдым. То есть надо делать то, что нужно для своей цели. Для своей цели. Все. Включая в том числе и твои желания маленькие, там, сходить на массаж, может быть, да, посмотреть фильм, деген сияқты ше. Это тоже надо делать. Адамдар өздерінің қалауларында, которые вот мимолетные, нужно реализовать, это надо тоже ше. То есть оған да кәдімгі жұмыс ретінде қарау керек. И содан кейін мен уже андай үлкен мақсатым бар. Соған баратын жолда мен қандай адам болуым керек. Когда я понимаю, каким я должен быть, какое у меня должно быть отношение с людьми, с противоположным полом, вообще бәрімен, да. Какое у меня должно быть тело, здоровье, психика деген сияқты ше. И мен просто енді осындай адам болуым керек болатын болса, бұл адам не істейді? Ол өзіне қарайды, уход жасайды, кітап оқиды, спортом занимается, нетворкинг құрады, например, да, не знаю, командамен дұрыс қарым болып қалатын сияқты, то есть уже надалардың тізімі шығады. Оның ішінде есть те надо, которые я хочу делать, и есть те надо, которые я не хочу делать. Я и то делаю. Я обязуюсь делать. И сол надаларың ішіне өзіңе ұнайтын нәрселерді кіргізіп аласың. Иә. Например, прикиньте, менде арасында бір Counter-Strike'қа бару керек деген надо бар да. Давай. Надо бар ма? Иә, менде бар ол кәдімгідей ше. Список вещей, которые я должен делать хотя бы, 2 айда 1 рет болсын ше. Жақсы. Типа, это анау ше. Оны хочу деп ойлап жүрік қой біз. Жоқ, хочу, типа. Менде хочудың списогында ол, например. Жоқ, типа, хочу деп бәрін қарап етін болсақ, хочулар көп, например, там. Хочется сейчас бросить работу, пойти поспать деген сияқты ше. Ол менде жоқ спискте. Нәпсінің хочулары. Иә. Counter-Strike нәпсінде қалау ғой ол да. То есть есть отфильтровать надо, да? Мен хочулардың ішінен то, что помогает мне приблизиться к цели. Соларын ғана шығарып аламын. Болды. Қалғандарынан это же супер конкуренция. То есть маған где-то нужно отыгрывать или там воспроизводить свою конкуренцию. Айтпесе мен оны адамдарға салып жіберемін да, түсінесің ба? Сен де ойнап тұр. Мен сол нәпсімнің сол қалауын сөз жауап тастауым керек, түсінесің ба? Надаға жазып қоямын. Тема болып қолымды ақ қойыңыз. Қолын ақ қой. Рахмет. Сен де ше, Чина, хочуды игнорировать етіп, надамен тапить етіп, и өкінген моменттер. Есіме түсіремей қойдым. Чисто хочумен өмір сүрем ойдым. Что-то ойланып отырмын бағанадан бері есіме. Менде мынандай нәрсе отыр да. Нартай или сен айтып көр, может есіме түсіп қалатын шығар. Менде мынандай нәрсе отыр да. Бағанадан бері сол менің қалаулар, мен қалайын ба, қаламайын ба, бұл менің қалауым ба деген сияқты нәрсе, және жаңа надалар болып отыр ғой. Қазіргі қоғам менің ойымша көбінесе я хочу или нетке қатты қарап отыр. Қазіргі кезде ше өте қатты қарап отыр. Мен бұл нәрсені қалаймын ба, қаламайын ба? Особенно қазіргі поколениедағы балдар, даже жұмыстың деңгейінде ше, сен мысалға оған бір тапсырма бердің, например, видеоны монтаждауды бердің, и ол тұрады да, қойшы, мен ұнамайды дейді, кетіп қалса да мысалға ше. Иә. И олар олай жасай алады да, то есть маған ұнайды, ұнамайды деген сияқты нәрсені. Бізге дейінгілер, олар надамен көбірек. Үйге қонақ келді ме, болды.
тамақ істеу керек. планның бәрін Иә, изменять. барлығын лақтырдың болды деген сияқты. Типа туысқандар болатын болсын, жұмыс болатын болсын, жеке өміріңе қарағанда қоғамның мәселесі маңыздырақ деген сияқты ше. Біз солардың ортасында сияқтымыз. Иә. Біз нирба не мясо. Мен әлі күнге дейін сондай сияқты. Иә, то есть біз кейбір кездері өзімізге қараймыз, ну менің ойымша, иә, кейбір кездері біз қоғамға қараймыз. Есіме түсіре қарағанда мен соларға жақын сияқтымын. Сен енді жастаусың ғой. Енді сұрақ мынандай, қаншалықты тек қана хачумен өмір сүру дұрыс? Не это хочу деген сияқты нәрсемен өмір сүру дұрыс. Не алып келуі мүмкін бұл нәрсе? Потому что соған кетіп бара жатырмық қой біз. Жоқ, мне кажется, адам хачулармен өмір сүру үшін ең алдымен анау бір ішкі құндылықтарды дұрыстау керек сияқты. Фундамент. Я фундамент ше. Өйткені, например, да, человек может хотеть не работать, тек қана фастфуд жегім келеді деуі мүмкін, или мен, ну, типа жаңағындай қарым қатынаса жауапкершілік алғым келмейді деуі мүмкін. То есть, типа андай да, ол соған кетіп қалуы мүмкін да, ол қуып кетуі мүмкін да. Сол үшін мне кажется, вот, чтобы, например, да, можно хотеть попросить прощения первым. То есть оны да қалауға болады да, егер сен оның құндылығын түсінсең. Прикинь, например, ұрысып тұрған кезде адаммен ше, сен өзіңдік дұрыс екенін білесің, біле тұра ана жақтан типа ұрысудан бас тартуға болады да. Оны да қалауға болады. Типа мен өзімдікі дұрыс екенін білсем де ұрыстан бас тартуды қалаймын деп қалауға болады оны да. Егер ол нәрсенің қаншалықты құнды екенін білсе. То есть мне кажется, сначала нужно разобраться с ценностями адамның құндылықтарымен ішкі ше. Әйтпесе былай тек қана құндылықтарсыз, тек қана хачумен өмір сүретін болса, ну, мысал ретінде мен 2013-ке дейінгі бақытбай болатын болсам, құндылықтары басқа бағытта болатын болсам, менің ол кездегі хотелкаларым мүлде басқа. Типа, ну, вечером пойти в хороший бар деген сияқты, например, ше. А қазір мен мысалға ол нәрселерді қаламаймын, басқа нәрселерді қараймын. То есть менің қалауларым уже больше андай құндылықтарға сай болып тұрады да. Вот. Екіншісі, то есть біріншісі құндылықтар, екіншісі хочу ли я деген нәрсені мен мысалға мен қатты бүйтіп ауырмаймын, жаңағыдай хочу мен өмір сүремін деп ше. Мен просто неге қараймын? Біріншісі құндылықтар уже автоматтан мендегі хотелкаларды дұрыстайды. Екіншісі по-любому нәпсінің қалаулары болады ғой. Құндылыққа келмейтін нәрсенің қалаулары болады, например ше. Нәпсі деген осы всегда жаман ба? Жоқ, осы жаман жақсы жоқ қой. Күшті жақтар көп оның. Нәпсі менің ойымша опять. Нәпсіде андай типа жақсы жаман деген ойда таңдау жоқ сияқты. Иә. Просто он хочет всегда чего-то. Это как ол тамақтар хочет. Бензин. Да, ол типа он хочет типа. Бірақ оның сол хотелкалардың жаман жақтары да болуы мүмкін ғой. Вот. И жаман жақтан опять определяем құндылықпен. Құндылықпен. Иә. Но по-любому сон бірінші категорияға кіріп кетеді ғой, получается. Құндылыққа байланысты. Иә. Жоқ, енді екі қасында. Мен екінші, вот құндылықтан кейінгі фильтр менде мақсаттар. Осы жерде маңызды нәрсе. Вот менің мақсатым бар ғой. И менің қалауларым бар. Құндылығыма сай қалауларым бар. Бірақ ол қалаулардың, например, там, ну, 100 қалау болатын болса, мысал ретінде 50-і ол вообще менің мақсатқа келмейді да. Ойлаймын. Қалған 50-і келеді. И мен стараюсь сол мақсатқа жақындататын 50-ін жасауға. Мысал ретінде, ну, ұйықтау деген типа, ну, құндылыққа келеді деп айтамайсың да, ол нормальное явление. Типа, ну, надо, да. Бірақ қазір маған типа бүгін мен ұйқымды қандыруым керекпін деген нәрсені мен қоя тұруым мүмкін, чтобы мына жету үшін. Деген сияқты түсінбесің ба? То есть бірінші фильтр құндылықтар, екінші мақсатыма жақындататын әрекеттер. Иә. Бірақ опять же бұл жерде тағы да қу кетпеу керек та, типа менің мақсатыма жақындатады тек қана типа там жұмыс жасау деп ше. Иә, мен жаңағы ойлаймын деп айтып жатқаным сол ғой. То есть біз ойламаған нәрселер де мақсатқа жақындататын нәрселер болуы мүмкін ғой. Сол үшін зерттеу керек та. Менде вот формуландай менде. Всегда формуладан барлық нәрсе. Мысалға, соңғы буткемпте мысалға 1200 адам болды ғой. 3 ай бұрын, 4 ай бұрын мен ойландым. Каким я должен быть человеком, чтобы пришли такие люди? Это все уже ты спишь чат, например, да? То
То есть мынанша адам мақсат, мынанша адам келіп өткен. Қандай адам болу керек? Ухоженный, физикасы, формасы бар как минимум ше. Формасы бар, не знаю, что там. Ну, сен құнды болу керексің для себя, как минимум. Питание. Уход жасайтын. Питание. Плюс, типа, количество рилсов, которые ты выкладываешь, көп адамға көріну керексің десе. То есть уже без шығады да, какой ты человек, что он делает, как он живет, который может собирать 1200 человек, условно говоря. И все, значит, мынаны жабу керек болды ғой. То есть мен сол кезде менің мақсатым мынау емес, мынау адам болу болады да. Вот этот образ жизни болады да. Причинасы. И вот я создаю причину, чтобы вот случилось вот это. Да. То есть, например, егер мысалы қазір типа, ну, 15 мың адам жинайтын болса мысалға, уже мен ойланамын да, так, 15 мың адам жинап 4000 ұстау керексің ғой, понимаешь? Кішкентай жала емес там, короче, то есть там куча эмоций болу керек. Сен одновременно должен развлекать, физически не уставать, там көп моменттер бар да, каким я должен быть и что я должен делать, какой образ жизни менде болу керек. Уже выстраиваются новые желания, надо, вот это все. И сен просто делаешь потихоньку. Чем больше делаешь, тем больше становишься таким человеком. А сен неғұрлым жаңағында мынау мақсатқа жеткен адамға жақындаған сайын, мынау мақсат жақындай береді да. Сонда біз өзіміздің мақсатымызға жетуіміз үшін біз мақсатқа талпынбаймыз, мақсатқа жететін адамды қалыптастыруға талпынамыз. Мен айтамын ғой, нужно стать тем человек, то есть мен даже білетінмін ғой, типа, үлкен ақша табатын, типа, кәсібің болғанша, сол үлкен ақша таба алатын адам болу керек дедім. Две разные вещи. Дей келе, бүгінгі подкастымыздың соңына таяп қаппыз. Қорытындылап жүрсеңіздер. Күшті әңгіме болды, иә? Мен жақтан қорытатын болсақ, қалау, типа, тек қана қалаумен, тек қана адаммен деген өмір сүруге болмайды. Просто қарау керек, біріншісі менің құндылықтарымды дұрыстауым керек. Әркім өзінің құндылығына қарай көсіледі, по-любому қалаулары да, например, но для кого-то переспать просто так нормально болуы мүмкін. И типа андай. Еще оны айту нормально болуы мүмкін деген сияқты. Ол үшін арығы қындырмайды. То есть әркім өзінің құндылығына қарай көсіледі, біріншісі. Екіншісі, мақсатты қояды да, вот мен мынау мақсат бар менде, мен оны қалаймын, жақсы көремін, маған ұнайды, кеткім келеді деген бар. И вот осы мақсатқа жете алатын адам қандай болады? Ол тек қана жаңағындай күшті продажа істейді емес. Ол жерде көп вопрос, то есть физика, духовность, разум, отношения, общество, то есть бүткіл сфераны қамту керек то өмірдің ше. Вот комплексно. Вот эту всю сферу, как он проживает. И вот мынау сфера полностью колеса баланса ұстаудың аласындағын мысал ретінде айына 100 000 теңге табатын адам болғым келеді. Хорошо, ол адам мынау колесо балансадағы өмірді как он проживает, что он делал бы? Читал бы каждый день, правильно общался бы с семьей, деген сияқты ше. То есть не обязательно иметь такие деньги, а можно уже проживать или делать то, что он делает. Потихоньку, например, ше. Залға баратын ақшаң жоқ па, үйден баста деген сияқты ғой. Соны істеп бастаған кезде сен сол адамның привычкаларына, сол адамның әдеттеріне, сондай адамның ойлау қабілетіне жақындай бересің. И сен сондай адам болуға жақындаған сайын сәйкесінше мақсатқа жақындай бересің да. Вот, менің ойымша сол. Бұдан артық не айтасың? Или айтасыңдар бар ма? В принципе, осымен қорытындылайық. Арнамыздың оқырмандары соңына дейін көргендеріңізге мың алғыс. Және осы шығарылымды егер сіз подписка бөлімі басылмаған болса, басып қойыңыз, жазылып, комментарийге өз ой пікіріңізді жазып кетіңіз. Сіздің басқан лүпіліңіз, лайкыңыз бізді шабыттандырады. Келесі кездескенше қош, аман сау.